Ежелден қазақ елінің тәуелсіздігі үшін күрескен қайраткерлеріміз, еңселі тұлғаларымыз, батырларымыз әйгілі. Олардың ішінде Кеңес одағының батыры, аты аңызға айналған 316-шы Панфиловшылар дивизиясының саяси нұсқаушысы Мәлік Ғабдуллиннің орны өте ерекше. Мәлік Ғабдуллин 110 жылдығына және теңге күніне арналған мемлекеттік кірістер департамент қызметкерлері монета көрмелері ұйымдастырды. Осында Мәлік Ғабдуллин, Талғат Бигелдинов, Ахмет Байтұрсынов атақты тұлғалардың монеталарды көруге болады. Айта кету керек, коллекциялық естелік монетаның шығарылуы батырдың қызы Майдан Мәлік қызымен бірге туыстарының тынымсыз еңбегінің арқасында мүмкін болды. Көкшетауда өткен республикалық ғылыми конференцияға Мәлік Ғабдуллиннің шәкірттері Уәлихан Қалижан мен Серік Негимов, облыс әкімінің орынбасары Алтынай Амренова және зиялы қауым өкілдері қатысты. Шарада мың қырлы, мың сырлы ұлы даланың қасиеттері, ғибраттары Мәлік Ғабдуллиннің шығармашылық еңбегі ерекше атап өтілді. Мәлік Ғабдуллиннің туған туыстары мен музей қауымы қашанда халқымен ажырамас байланыста болған, қазақ ауыз әдебиетінен нәр алған батырдың бай мәдени мұрасын сақтау жолындағы жұмысын жалғастыруда.